Бірақ осы жерде мен өз басымнан өткен бір мәселені айтып отырмын. Бұл балабақшаның тілі. Балабақшадағы мемлекеттік тілдің дәрежесі қандай? Мен осыдан 3-4 жыл бұрын немеремді 2 балабақшаға кіргізіп, осы сол жағалаудағы, Нұрсаяның айналасындағы, Бебби дей ма, ағылшынша бір нәрседен басталады. Содан кіргізіп, екеуінен де алдым. Өйткені ол 2 балабақшада да не деп жазылған? Қазақ және орыс тілінде деп жазылған. Қазақ және орыс тілінде де болғасы бердім. Бірақ қарасам, немерелерім орысша сөйлей бастады. Неге олай деп бардым? Барсам, ол жерде маған қазақша жауап беретін адам табылмады. Бірақ қазақша және орыс бөлімі дейді. Қодай күзгі карнавал ма бірде кеші өтті бір нәрсесін. Балам Абайдың өлеңін жаттап барды. Одан ешкім сұрамапты. Ол жерде барлығы орыс тілінде өткен. Мен одан суырып алып, басқа балабақшаға бердім. Ода да сондай. Осы сол жағалауда мен осы сондай қазақ тілінде балабақша таппадым дұрыс. Содан кейін дайындау орталығына бердім. Ол жерде дұрыс болды.